Полианна шіркеуден шыққан соң үйге қарай емес, Пендлтон өріне қарай бет алды. Бұл көңілін құлазытқан алғашқы демалыс еді. Ол киім тігіп, тамақ істемейтін күндерді демалыс деп атайтын. Оған енді өзін жұбатып, ойын жинақтау керек. Дәл қазір Пендлтон ормандағы мүлгіген тыныштық пен көк шалғын ғана жанына қуат бола алатынын сезіп келеді. Күннің күйіп тұрғанына қарамастан, Пендлтон жақты бетке алып өрлеп келеді. 6:30-ға дейін үйде мені ешкім күтпейді. Маған осылай жүріп, орман аралаған ұнайды, деп ойлады. Ол бұрын да Пендлтон орманында болып, сұлулығына тамсанып қайтып еді. Бүгін бұрынғыдан да ерекше қуанышқа бөленді. Айналасына сұқтана қарап, қуанғаны сонша, жанын жегідей жеген, ертең жемей бенмен кездесіп, оған жайсыз хабарды қалай жеткіземін, деген ойды да ұмытқан. Полианна басын көтеріп көкке қарады. Ағаштардың қанық түсті қалың жапырақтарының арасынан зіңгір көкті көрді. Жарқыраған алтын күн сәулесі жапырақтар арасынан сусылдай төгіліп, әлем құлпырып тұр. Әйелдер көмегіндегі ханымдар осындай таңғажайып құбылыстарды байқай бермейтіні өкінішті, деп ойлады Полианна. Олар осында келсе, тамақтары қарылыққанша құр айқайлай бермей, жемей бенге басқаша қарап, тіпті бәз біреуі үйіне әкетер ме еді? Полианнаның неге дәл бұлай ойлағанын кім білсін, әйтеуір ол әйелдер көмегіндегі ханымдар осында келсе, жемей беннің тағдырына басқаша қарайтына шек келтірмеді. Бір уақытта ол жақын маңнан иттің үргенін естіді. Полианна тоқтап тыңдады. Әупілдеген дауыс бірте-бірте жақындай түсті. Міне, тіпті кішірек бір иттің өзі көзге көрінді. Ол оны бірден таныды. «Сәлем, күшігім», деп қуанды Полианна. Бұл бейтаныс танысының күшігі еді. Енді Полианна иттің иесі қашан шығар екен деп сүрлеуге тағатсыздана қарады. Бірақ бір таңғаларлығы, біраз уақыт өтсе де Пендлтон мырза шықпады. Ол итке бажайлай көз тастады. Иттің бойына мазасыздық байқады. Ол біресе үріп, біресе қыңсылап, әлдене айтқысы келіп тұр. Келген жағына қарай бірнеше рет жүгіріп барып қайта келді. Полианна оның артынан ерді. Біраз уақыттан соң сүрлеу екіге бөлінді. Полианна тіке кетіп еді, ит екіншісіне қарай жүр дегендей жалынышты көзбен қарап қыңсылады. «Мен үйге бара жатырмын ғой», деп Полианна итке күліп қойып, өз жолымен кете берген. Сол сәтте кішкентай ит ақылынан адасқандай екі сүрлеудің арасында ары-бері жүгіре берді. Біресе алға, біресе артқа жүгірген иттің қылығынан жалынышты аңғаруға болар еді. Осыны түсінген Полианна екінші сүрлеуге түсіп иттің соңынан ерді. Оның келе жатқанын көрген ит алға ентелей түсті. Бірнеше қадам ілгері басқан Полианна бәрін түсінді. Құз жақта бір адам жатыр екен. Соған қарай жүрген Полианнаның аяғының астындағы бұталар бырт-бырт сынып жатыр. Ер адам басын көтерді. Зәресі ұшқан Полианна оған қарай тұра ұмтылды. «Мистер Пендлтон, сізге не болды? Жарақаттанып қалған жоқсыз ба?» «Жарақаттану? О, жоқ. Мына тамаша жерде күн шуақтап біраз жатып, демалып алсам деп едім», деп ол қисық сөйледі. «Тыңдашы, сен жағдайды түсінуге қабілеттісің бе? Немесе жөні түзу бір нәрсе істей аласың ба?» Оның дөрекі сауалы Полианнаның көңіліне келіп, көмейіне өксік кептелді. Бірақ бәрін тура қабылдайтындықтан мистер Пендлтонның сұрақтарына барынша байыпты жауап беруге тырысты. «Негізі мен көп нәрсені білмеймін де, түсінбеймін де, көп нәрсені дұрыс істей де алмаймын, мистер Пендлтон. Әйелдер көмегіндегі миссис Роусонның басқаның бәрі мені ақылды дейді. Мен мұны кездейсоқ естіп қалдым. Олар менің тыңдап тұрғанымды байқамай қалды». Мистер Пендлтон күлкісі келмесе де езу тартқан болды. «Жарайды, сен мені кешір балапаным. Мұның бәрі мына қарғыс атқыр аяғымның кесірі. Енді мені мұқият тыңда». Ол қиналып шалбарының қалтасынан бір бума кілт алып шықты да біреуін шығарып Полианнаға беріп: «Мына соқпақпен тіке жүре бер. 5 минуттан соң менің үйіме жетесің. Порткөшердің бүйір жақ есігіне жетіп, осы кілтпен оны аш. Порткөшердің не екенін білесің бе?» «Білемін, сэр. Поли тәтемде бар. Оның үстінде әдемі жалпақ шатыры бар терраса орналасқан. Мен ол жерде бір күні ұйықтағам. Нақтырақ айтсам,
Ұйықтап қалған мені сол жерден тауып алған. Не? Иә, сол үйге кіресің. Дәлізден өтіп, холға кіріп, соңғы есікке дейін барасың. Оны ашып, ішке кір. Бөлменің дәл ортасында жазу үстелі тұр. Оның үстінде телефон бар. Телефон қолдан аласың ба? Иә, сэр, бірде Поли тәтем. Сенің Поли тәтеңмен не болғаны маңызды емес, деп шыдамсыздана сөзін бөлді мистер Пендлтон. Ол кішкене қозғалмақ болған, бірақ ауырсынып, бет-аузын қисайтты. Томас Шилтонның телефонын ізде, деді ол қинала сөзін жалғап. Телефонның жанында анықтамалық бар. Ол сонда жазулы. Негізі ол анықтамалық бір ілгекте ілулі тұратын. Бірақ қазір ілулі тұрмаған шығар. Жақсылап іздегейсің. Сен телефон анықтамалығын білесің бе? Иә, сэр. Мен Поли тәтемдікін қарағанды жақсы көремін. Онда не бір қызық аттармен. Доктор Шилтонға былай деп Пендлтон мырза тағы сөзін бөлді. Кіші бүркіт жартасының бөктерінде Пендлтон орманында мистер Пендлтонның аяғы сынып жатыр де. Ол мұнда тезірек келсін. Зеңбілін ұмытпасын. Жанына 2 жігіт ерте келсін. Қалғанын өзі түсініп алады. Тек менің үйімнен бұл араға осы сүрлеумен келу керек екенін айтуды ұмытып кетпе. Ой, сіз аяғыңызды сындырып алдыңыз ба, Пендлтон мырза? Ой, масқара! Аяғынан даусы қаттырақ шығып кетті. Бірақ мен мұнда келгеніме қуаныштымын. Мен тағы бір нәрсені... Дәл не нәрсеге шаман жетеді. Соны істегің келмей тұрған сияқтысың ғой. Менің қазіргі өтінішімді ықыласпен тезірек орындай аласың ба? Қазір әңгімелесетін уақыт емес, деді ол ыңырси. Полианна үйге қарай құстай ұшты. Зіңгір аспан қалың ағаш арасынан бағнағыдай мөлдіреп көрінеді. Бірақ Полианнаның оған қарауға да шамасы келмеді. Бар ойы ағаштың көлделең бұталарына яки тастарға сүрініп кетпей, тездетіп үйге жету болды. Межелі жерге де жеткен сияқты. Бұрын бұл үйді алыстан көргені болмаса, жанына жақындап көрмепті. Енді тастан өрілген, биік мұнаралы бірнеше бөлмесі бар. Есіктерінің өзі ерекше өрнектелген кең сарай оны үрейлендіріп тұр. Бір сәтке сасқалақтап тұрып қалғанымен, есін тез жиып алға ұмтылды. Күтім көрмеген көк шалғыннан өтіп, үйді айналып, бүйір есіктің алдынан бірақ шықты. Пендлтон мырзаның жанынан кете бере кілтті қолына қатты қысып ұстап алған еді. Қолы қарысып қалыпты. Полианна құлыпты әрең бұрады. Зілдей есік сықырлай ашылды. Зәресі ұшқан қыз табалдырықтың алдында тұрып қалды. Ол қара көлеңке дәлізге үреймен көз салды. Әрі қарай не істерін білмеді. Сосын жұрттың Пендлтон мырзаның үйін, құпиясы көп үй дейтіні, бір жерінде жасырылған қаңқа сүйек бар деген гу-гу әңгімесі де есіне түсті. Бірақ оның бәріне қарамай, үрейлі үйге кіріп, дәрігердің телефонын тауып, оған Пендлтон мырзаның қазіргі күйін жеткізу керек екенін біледі. Полианна жан-жағына жалтақтамай, алға жүріп, түкпірдегі бөлменің есігін ашты. Үлкен әрі қараңғылау бөлмеге енді. Кіре берістегі сияқты оның да қабырғалары қошқыл түсті ағаштан жасалған. Ал терезедегі перденің түсі алқызыл екен. Көңілге жылылық ұялататын нәрсе батыс жақ терезеден төгілген күннің сәулесі ғана. Күн сәулесі каминнің, алды ашық пештің, темір торына түсіп, одан бөлменің ортасындағы үлкен жазу үстелінде тұрған телефон аппаратының никеліне шағылысып ойнап тұр еді. Полианна аяғының ұшымен жүріп, үстелге жақындады. Телефон анықтамалығы ілгекте жоқ екен. Оны еденнен тауып алды. Саусақтары бағана бойымен дірілдеп, төмен жылжи отырып, доктор Шилтонның атына жеткенде барып, бірақ тоқтады. Бірер секундтан кейін дауысы дірілдеп, Пендлтон мырзаның айт дегендерін дәрігерге түгел баяндап берді. Сөз арасында дәрігер де кей жайттарды анықтау үшін бірнеше сұрақ қойып нақтылап алды. Тұтқаны қойғанда ғана Полианна жеңілдеп қалғанын сезіп, деді. Бұдан кейін де жан-жағына мұқият қарауға мұршасы болмай бөлмеден атып шықты. Оның жадында тізілген кітап сөрелері, алқызыл перде, шашылып жатқан үстел, қоқыс пен бейберекетсіздік жайлаған бөлмемен сансыз есіктер. Олардың әр қайсының артында қаңқа болу мүмкін ғой. Күңгір дәрі аласапыран естелік қалдырды. Ашық қалған есіктен шығып, қайтадан Пендлтон мырзаның жанына келді.
Пендлтон мырза аурудан жаны қиналып жатса да, Полианнаның зымырап барып келгенін байқады. «Я, не айтасың? Үйге кіре алдың ба?» деп күдіктене сұрады. Ал Полианна оған таңдана қарап, «Жоға, кірдім. Мен тіпті қайта оралдым да ғой», деді. «Кіре алмасам, мұнда қалай келер едім?» Дәрігер барынша тезірек келемін деді. Екі жігіт тағы басқа керек нәрселерді ала келеді. Ол сіздің дәл қай жерде жатқаныңызды білетінін айтты. Оны күтпей осында келдім. Сіздің қасыңызда болғым келді. «Қойш», деп мұңдана мырс етті ол. «Сенің орныңда болсам, әлдеқайда көңілді орта іздер едім. Сіз өзіңізді тым ашушаң адаммын дегіңіз келе ме?» «Ойыңды ашық айтқаның үшін алғыс айтамын. Дәл солай дегім келген. Сіз тек ызалы боп көрінесіз», деп үнсіз жымиды Полианна. «Шын мәнінде сіз тіпті басқаша жансыз». «Сен оны қайдан білесің?» деп таңданды Пендлтон мырза. Сынған аяғын ауыртып алмайын деп ыңғайлап қойып жатып. «Мәселен, мен сіздің итіңізбен қалай қарап қатынас жасайтыныңызды көрдім», деді Полианна. Ол Пендлтон мырзаның салалы саусақтарын итінің басына қойғанын көрген еді. «Қызық», деп ойлана сөзін жалғады ол. «Иттер мен мысықтар қайдан екені белгісіз, адамдардың ең жақсысын айыра біледі. Сіз де солай ойлайсыз ба, Пендлтон мырза?» «Келіңіз, басыңызды сүйеп көмектесейін». Полианна басын сүйеп ыңғайланып жатуына көмектескен кезде Пендлтон мырза ауырсынып қабағын шытпады. Енді қыз оның басын өз аяғына қойды. «Таста жатқанын әлдеқайда жақсы ғой». «Я, бұл бір тамаша болды», деп риза кейіппен күбірледі Пендлтон мырза. Сосын біраз уақытқа дейін үнсіз қалды. Ол ұйықтады ма, жоқ па деп Полианна оның жүзіне байыптап қарады да, әлі ояу екенін көрді. Қиналғанын білдірмеу үшін қатты тістеніп алыпты. Полианна оның жүзін көзінен тайдырып алып денесіне қарады. Әл дәрмені жоқ денесі жерге жайылып кеткендей. Мұны көріп жаны ашыған Полианнаның өзі қиналып кетті. Тас қып жұмып алған жұдырығын әрірек қойды. Екінші қолы бағанағыдай итінің басында. Иті де мұңды әрі адалдық ескен жанарын иесінен алмады. Кеш батуға таяу. Күн көкжиекке жақындап қалды. Ағаш көлеңкелері сорайып барады. Полианна қимылсыз отыр. Пендлтон мырзаның бір жерін ауыртып алмасам деп уайымдағаны сонша, демін де абайлап алады. Айналадағы аң мен құс атаулы да бәрін түсінгендей, тіпті олар кездейсоқ жиналған топтан қымсынбады да. Бір құс ұстап алуға болатындай қашықтыққа жақындады. Бұталардан секектеп жүрген ақ тиін көрінді. Ол да қол созым жерге дейін келіп, лүпілдеген құйрығымен Полианнаның танауын қытықтады. Сосын иттен қауіптеніп қалт тұра қалды. Бірақ оған қарайтын ит көрінбеді. Қимылсыз сол қалпы жатыр. Бір кезде ит құлағын жымқырып, ақырын қыңсылап бір-екі рет әупілдеді. Полианнаның да құлағына бір дыбыстар жетті. Ағаш арасынан әлде кімдер көрінді. Олар зімбіл, басқада саймандарын ала келіпті. Олардың артынан дәрігер келе жатты. Көздері мейірімге тұнып тұратын, сымбатты, үнемі қырынып жүретін бұл дәрігерді Полианна білетін еді. Ол жақындап келіп, күлімсірей қарады. «Сонымен, кішкентай ханшайым, сіз қайырымды мейірбикенің ойынын ойнайын деп жатырсыз ба?» «О не дегеніңіз, мырза?» деп Полианна да күлімдей тіл қатты. «Менде дәрі-дәрмек те жоқ. Мен жай ғана ол кісінің басын сүйіп отырдым. Бірақ мен осында келгеніме өте қуаныштымын». «Мен де», деп басын изеді дәрігер. Сосын науқасқа жәрдемдесе бастады.